Сәлем достар, келесі сабақ бөліміне қош келдіңіздер. Және бұл сабақта Linux деген не деген қарапайым әрі күрделі сұраққа жауап іздеп көрейік. Енді мына жерде көріп отырсаңыздар, Linux операциялық жүйе деп ең қарапайым анықтама беруге болады. Және де мен Linux-тың осы Wikipedia парақшасын қазақ тілінде ашатын болсам, онда Linux бұл Unix ұясына кіретін операциялық жүйе деген жазуды көреміз. Және де мына жерде қысқаша мағлұмат берілген. Және бұл жерде Linux-тың жалпы не екені, оның қалай жұмыс жасайтыны туралы қысқа мағлұмат беріліпті. Енді мен төмен қарай түсетін болсам, осы Linux-тың операциялық жүйесін талдау барысында, жалпы Linux-пен жұмыс жасау барысында бірнеше терминологиямен кездесеміз, яғни термин сөздермен кездесеміз. Соның ішінде Free Software, Open Source, GNU Linux, Distributive, сондай-ақ GUI, яғни Graphical User Interface, және де осы Linux kernel, сондай-ақ kernel, яғни операциялық жүйенің ядросы, сондай-ақ Distributive, Debian, Ubuntu. Жалпы қарап отырсаңыздар, осы Linux операциялық жүйесін талдау барысында бірнеше терминмен кездесеміз. Енді бұл неге олай, және де бұл терминнің барлығы не мағына береді деген сұраққа осы сабақта жауап берейік. Жаңа айтып өткендей, ең қарапайым тілмен айтатын болсақ, Linux-ты операциялық жүйе деуге болады. Олай болса, енді операциялық жүйе деген не деген кішкентай сұрақ туындауы мүмкін, және осы сұраққа қысқаша әрі қарапайым тілде жауап беріп көрейік. Мысалы, операциялық жүйе деген не дегенге Wikipedia парақшасына сілтеме жасайтын болсақ, бұл жерде жазғаны операциялық жүйе бұл компьютердің темірін, яғни аппараттық жабдығын, құраушы бөлшектерін, сондай-ақ бағдарламаларын басқара отырып, қолданушы бағдарламаларын жұмыс жасауға мүмкіндік беретін жүйелік, яғни бағдарламалық жүйе деп жазған екен. Яғни мына жерде суретте көрсетілгендей, осы операциялық жүйенің атқаратын қызметі біздің компьютердің барлық аппараттық жабдықтары, яғни құраушы бөлшектерін басқара отырып, біздің операциялық жүйеге орнатылған бағдарламаларды жұмыс жасауға мүмкіндік береді, және қолданушыларға, яғни бізге осы операциялық жүйеде орнатылған бағдарламалармен байланыс ұйымдастыра отырып, біздің қажетті жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді. Яғни біз операциялық жүйені шынын айтқанда онымен тікелей байланыс жасамаймыз, біз тек қана программалық жабдықтар арқылы байланыс жасаймыз. Мысалы, көріп отырғандарыңыздай, мына жердегі Google Chrome немесе қосымша Skype, сол сияқты кез келген бағдарлама бізге қолдануға икемделіп жасалынады. Операциялық жүйенің атқаратын қызметі осы бағдарламаларының жұмысына жасауға қажетті ресурстарды, сондай-ақ қажетті кодтардың барлығын біздің компьютердің темірін, аппараттық жабдығын пайдалана отырып іске асыруға мүмкіндік береді. Енді Windows операциялық жүйесі менде компьютерде C дискісінде орнатылған белгілі, алайда оның ішін ашып, операциялық жүйе деген не деген сұраққа ары қарай қазбалаудың қажеті жоқ. Яғни оның бар атқаратын қызметі біздің бағдарламаларды жұмыс жасауға мүмкіндік беретін жүйе. Және осы көзге көрінбейтін операциялық жүйені қарапайым тілге аударып, тағы да бөлетін болсақ, онда оның екі негізгі бөлшегі бар деуге болады. Яғни операциялық жүйенің kernel деп аталатын ядросы ең басты бөлшегі, сондай-ақ басқа да программалық жабдықтар. Енді мына жерде Linux пен Windows компаниясының операциялық жүйелерін салыстыратын болсақ, онда Windows-тың ядросы ол Windows NT және MS-DOS бағдарламалары. Және де осы Windows компаниясының, мысалы, операциялық жүйесінің ядросын көре алмаймыз, және де оны біз тікелей байланыс жасамаймыз. Тек мысал ретінде келтіретін болсақ, осы MS-DOS кішкентай бағдарламасы ядросына біз командалар жазу мүмкіндігіміз бар. Яғни Windows-та, мысалы, Command Line Interface, яғни CMD деп теретін болсақ, бізге таныстау командная строка шығады. Және де бұны мектепте таныс болуларыңыз әбден мүмкін. Яғни бұл жерде біз осы MS-DOS ядросына Microsoft компаниясының Windows операциялық жүйесінің ядросына байланыс жасай аламыз. Мысалы, бұл жерде, яғни мен бұл жерде не істей аламын? Мысалы, қарап отырсаңыздар, қазір мен C дискісінде users, яғни қолданушылар, соның ішінде бірінші қолданушының аккаунтында отырмын. Енді мен, мысалы, CD, яғни change directory, содан кейін desktop деп жаза аламын, яғни мен жұмыс үстеліне ауысамын, және осы жерде, мысалы, mkdir, яғни make directory, мысалы, оның атауын тест деп қоя аламын. Және де осы enter нүктесін басатын болсам, онда менде жұмыс үстелінде мына жерде тест папкасының пайда болғанын көресіздер. Яғни мен MS-DOS ядросына команда жазып, осы жұмыс үстелінде папканың пайда болуын
іске асырдым. Сондай-ақ енді екінші жағдай туындайды. Мысалы, енді kernel, яғни ядросына біз MS-DOS командная строка арқылы байланыс жасай алдық. Алайда бізге осы Windows-ты барлық қолданушыға ыңғайлы болу үшін, мысалы, Microsoft компаниясы GUI, яғни Graphic User Interface, яғни мынандай қарапайым графикалық бізге интерфейс жасаған. Және де мен осы жерде тінтуірдің сол жақ, оң жақ нүктесін басып, New, және де осы жерде оңай папка жасауға мүмкіндігім бар. Яғни тест 2 деп жазамын, және көріп отырғандарыңыздай менде қазір екінші папка пайда болды. Яғни бұл жерде түсінікті деген ойдамын. Яғни бізде операциялық жүйенің ядросына осы командная строка арқылы мысалы байланыс жасай аламыз. Сондай-ақ Microsoft компаниясының басқа да программалық жабдықтары деп отырғаны, мысалы осы графикалық интерфейсті айтуға болады. Linux-ке келетін болсақ, Linux операциялық жүйесінің ядросы кернелі Linux кернел деп аталынады, және оның басқа программалық жабдықтары сыртқы бөлшегі GNU операциялық жүйесі болып есептелінеді. Яғни, мына жердегі суреттің негізінде алатын болсақ, бұл жерде көретініміз осы Microsoft компаниясы өзіне қажетті программалық жабдықтың ядросын, сондай-ақ операциялық жүйенің сыртқы бөлшегі, операциялық жүйенің өзін осы Microsoft компаниясы шығарған. Ал Linux-тың жағдайында бұл жерде Linux-тың ядросы, яғни операциялық жүйенің ядросын жасаушы Linus Torvalds және оның ізін қуалаушы операциялық жүйені жасақтаушы девелоперлер, ал операциялық жүйенің өзін жасаушы топ ұйым ол GNU операциялық жүйесінде жасалынады. Сондықтан да осы GNU Linux деген атауды кездестіріп жатамыз. Енді бұл GNU деген не дегенге сұраққа келетін болсақ, оғанда тым аса қобалжудың қажеті жоқ. Бұл жерде бізге білу керектігі осы GNU деп отырғаны бұл операциялық жүйе болып саналады, және де 1980 жылдары даму алған, және оның негізін қалаушы осы Ричард Сталман есімді кісі болып саналады, және бұл кісінің көздеген мақсаты жалпы өзінің өмірлік ұстанымы осы операциялық жүйенің туындауына негіз болған. Және бұл операциялық жүйе туралы қысқаша айтып кететін болсақ, Ричард Сталманның көздеген мақсаты жалпы операциялық жүйенің тегін әрі ашық болуы, яғни кез келген адам оны қолдануға, өзгертуге, сондай-ақ таратуға мүмкіндік болады деген көзқарасты ұстанған. Және де бұл GNU сөзінің беретін мағынасы GNU is not Unix деген мағына береді, яғни GNU операциялық жүйесі бұл Unix емес, бірақ Unix-ке өте ұқсас болып келеді. Яғни Ричард Сталман осы Unix операциялық жүйесінің негізін өзінің жаңа операциялық жүйесінде бағдарда ұстай отырып жасап шығарған, және оның атауын GNU деп атаған. Енді осы GNU операциялық жүйесі даму барысында оның ядросы нашар болған, яғни ядросының жұмыс жасау сапасы нашар болған, және осы GNU операциялық жүйесіне ядроны жазған кісі Linus Torvalds осы Linux ядросын жазып, Linux операциялық жүйесін шығарды деуге болады. Яғни мына жерде қысқаша тарихын беретін мағлұмат берілген екен, осыны оқысақ түсінікті болады деген ойдамын. 1991 жылы Финляндия астанасы Хельсинкиде Хельсинки жоғары оқу орнының 2-ші курс студенті Linus Torvalds өзінің жеке жобасын бастайды. Ол операциялық жүйенің ядросын жазу. Сонымен қатар өзі жазған ядроның негізінде толыққанды операциялық жасақтауға қажетті басқа да бағдарламалық жасақтамаларды жазады және дамытады. Бұл жоба Linux kernel, яғни Linux ядросы деген атпен танылады. Яғни 20-21 жасар студент Linus Torvalds осы 1991 жылы Linux операциялық жүйесінің кернелін негізін ядросын жазып шығарады, және де оны 1992 жылы GNU жобасының GPL лицензиялау заңдамасына негізделіп жасақталады, және бүкіл әлемнен девелоперлер қауымдастығына ұйымдастырып басын біріктіреді. Яғни Linus Torvalds өзінің жазып шығарған ядросын ол интернет аумағында таратады, және де барлық осы операциялық жүйені дамыту IT саласындағы мамандардың басын біріктіріп, осы операциялық жүйені дамытуға ат салысуға шақырады. Және де олар GNU операциялық жүйесін қолдана отырып, яғни мына жерде қарап отырсаңыздар, Linus Torvalds осы ядроны жасап шығарады, басқа қолданушылар операциялық жүйенің сыртқы бөлшегі ретінде осы GNU жүйесін қолданады. Және бұл мамандар осы Linux ядросын GNU жүйесінің бағдарламасымен біріктіре отырып, толыққанды операциялық жүйе жасап шығады. Және бұл Linux дистрибутиві деп аталынады. Яғни түсінікті деген ойдамын. Linux-тың ядросын Linus Torvalds жазады, және оның сыртындағы операциялық жүйелерді мамандар GNU операциялық жүйесін қолданады.
және осының негізінде Linux-тың дистрибутивтері туындайды. Яғни Linux-ты толыққанды операциялық жүйе деп айта алмаймыз, ол Linux деп отырғанымыз ол Linux kernel, яғни ядросы. Ал толыққанды операциялық жүйе ол Linux дистрибутиві деп аталынады. Енді Linux дистрибутиві не деген сұрақ түсінікті болды деген ойдамын. Алайда келесі сабақта оған толыққанды және де оның қандай түрлері бар деген сұраққа жауап береміз. Олай болса келесі сабақта жүздескенше.